Сәлем менің супер оқырмандарым. Бүгін сіздерге бір мүшелер тақырыбын түсіндіретін боламын. Ал сіздер лайктарыңызды аямаңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бір мүше дегеніміз сандардан, айнымалылардан және олардың дәрежелерінен көбейту амалы арқылы құрастырылған өрнекті айтамыз. Мысалы, 5а бұл да бір мүше. АВ десек те бір мүше. Немесе 2х-тің кубы көбейтілген минус 3 а квадрат с х десек те бұл да бір мүше болады. Тек көбейту амалы арқылы құрастырылған өрнек. Енді осы бір мүшені ажырата алуымыз үшін мен сіздерге көп мүшені де көрсетіп кетейін. Көп мүшелер қандай болады екен? Көп мүшелер мысалға 5а қосылған 4с квадрат қосылған y алынған 6av-ның кубы, міне осындай өрнек арқылы жасалынады көп мүше. Ал бір мүше дегеніміз тек қана көбейту амалы арқылы мінекей бұлай болуы мүмкін. Енді осы бір мүшелерді көбейтуді қалай орындаймыз? Мысалы, минус 3а квадрат в-ның кубы с көбейтеміз 5а-ның кубы в с-ның квадраты д дейік. Осы бір мүшені қалай көбейтеміз? Ең алдымен сандарды көбейтеміз. Минус 3-ті көбейтеміз 5-ке. Екінші а айнымалыларын көбейтеміз. А квадрат көбейтілген а-ның кубы. Үшінші в-ны көбейтейік. В куб көбейтілген в. С айнымалысын көбейтеміз. С көбейтілген с-ның квадраты. Көбейтілген бізде д біреу ғана, сондықтан д-ның өзін жазып қоя саламыз. Енді минус 3-ке 5-ті көбейтеміз. Минус 15. А квадратқа а кубты көбейтетін болсақ, дәрежелер қосылады, а-ның 5 дәрежесі болады. В кубқа в-ны көбейтсек, в-ның 1 дәрежесі көрінбейді. Сондықтан 3-ке 1-ді қосамыз 4. В-ның 4 дәрежесі. С-ны көбейтеміз с-ның квадратына, с-ның 3 дәрежесі. Д-ның өзі жазылады. Мына жерде көбейтулер көрінбегенімен, көбейтулер бар. Тек сан мен әріптің, немесе әріп пен әріптің арасындағы көбейту жазылмайды. Мінекей. Енді екінші мысал. Дәрежеге қалай шығарамыз? Мысалы, 2а-ның квадраты, y-тің кубы, z. Осының 4 дәрежесін шығарайық. Оны қалай шешеміз? Мұна дәреже дегеніміз, жақшаның ішіндегі әрбір мүшеге тиесілі. 2-ның 4 дәрежесі, көбейтілген а-ның квадратының 4 дәрежесі, көбейтілген y кубтың 4 дәрежесі, көбейтілген z-тің 4 дәрежесі. Мінекей, әр мүшеге дәреже болды. Енді 2-ның 4 дәрежесі 16. Мына жерде екеуі де дәрежесінде тұр. Сондықтан екеуі көбейтіледі. А-ның 8 дәрежесі, y-тің көбейтеміз 12 дәрежесі, ал z-тің 4 дәрежесі өзі тұрады. Мінекей, дәрежеге шығару осылай есептеледі. Енді келесі тақырыпта біз бір мүшелер тақырыбына берілген есептерді шығаратын боламыз. Сондықтан арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.